Hi guys, барлығына сәлем. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз ағылшын тілінің жаңа сөздерімен танысу. Және де бұл сабақтың ең қызығы, біз бір сөз жаттау арқылы екі заттың аудармасын бірден білетін боламыз. Алғашқы сөзіміз ол well, жақсы деген сөз, бірақ оның екінші аудармасы бар. Ол құдық деген сөз. Келесі сөзіміз fly, ұшу, fly, шыбын. Date, дата, күн, тағы бір аудармасы құрма. Fine, жақсы, керемет, тағы бір аудармасы айыппұл салу. Book, кітап, екінші аудармасы брондау. Match, сәйкестендіру, сәйкес келу, екінші аудармасы сіріңке. Bark, иттің үруі, bark, ағаштың діңі. Mean, мағына беру, білдіру, mean, сараң. Kind, түрі, kind, мейірімді. Tie, галстук, tie, байлау. Leather, әріп, leather, хат. Park, саябақ, екінші аудармасы park, көлікті тоқтату. Ruler, сызғыш, ruler, басқарушы. Sink, бату, sink, раковина. Wave, толқын, wave, қол бұлғау. Capital, астана, capital, бас әріптер. Watch, көру, екінші аудармасы қол сағат. Nail, тырнақ, nail, шеге. Fall, құлау, екінші аудармасы күз. Lie, жату, lie, өтірік айту. Sow, көру, see етістігінің өткен шағы, және де екінші аудармасы ара. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер ұнаған болса, каналымызға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Goodbye.